Сәлем достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Бізде бүгін осындай смородинадан варенье жаптым. Видеоның соңына дейін көріп, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Қараңыздар, бізде бүгін осындай смородина. Міне, осы 1,5 килограмм смородинадан варенье жаптым тек қана. Осы 1,5 килоға мен 1,5-2 килограммдай құмшекер салдым. Осылай қазанға салып, араластырып алдым. Жақсылап араластырып алыңыздар. Отқа астын газ қосып қойсаңыздар. Осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін міндетті түрде 1 литрден аз құймай қойыңыздар. Ләжі болса 1 литрдей су құясыздар міндетті түрде, себебі соңында көресіздер. Сұйық болмайды. Осылай 1 литр су құйыңыздар. Сосын вареньемізді бір қайнатып алып, одан кейін астын жай қойып қоямыз. Мінекей қараңыздар, осылай жақсы араластырып, бір қайнаған кезде осылай бір көбігін алып алыңыздар. Бірінші көбігін ғана аласыздар, одан кейін міндетті емес, қайта-қайта көбігін шыққаннан кейін алудың қажеті жоқ. Мінекей қараңыздар, менде вареньем 25-30 минутқа дейін қайнады. Енді келесі бізде осылай, осы 1,5 килограмм смородинадан менде 3,5-4 литрдің жобасында банка шығу керек. Мен қараңыздар, осылай крышкамды суға, қайнаған суға сап қойдым. Міне варенье менде дайын тұр, енді жабамыз. Міне банкымды мен қайнаған буға бүркіп алдым, яғни банкымды залалсыздандырып алдым. Енді вареньемізді құятын боламыз. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Қыздар, мүмкіндігінше варенье құйған кезде банкымызды толтырып бетіне дейін құйыңыздар, себебі кейінірек уже варенье түсе бастайды, сол себепті азайып қалады. Менде осындай закрывашка, мен осы біріншіден банка жапқаннан бастап осы закрывашканы қолданамын. Өте ыңғайлы, өзі банка жабылып, уже до конца барған кезде, соңына барған кезде өзі тоқтайды, сосын қайтара 1-2 қайтарсаңыздар банкілеріңіз жабылады. Ешқандай қиындығы жоқ. Қыздар, қараңыздар, 1 литр су құйған күннің өзінде осындай қою болып тұр. Сол үшін аз құюдың қажеті жоқ, аз болсын.